Бұл тыңдағандарыңыз Қожекенің кер толғауы болатын. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы елімізге танымал күйші Бауыржан Бекмұхаметов. Бауыржан, хабарымызға қош келдіңіз. Жетісу күйшілік мектебінің бүгінгі жас жалғастырушысыз. Жалпы өзіңіздің осы күй өнеріне қалай келдіңіз? Ұстаздарыңыз кім болды? 5 жасымда анам үйірмеге алып баратын болатын. Сол үйірмеде Қалбек Ақтаев деген Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкірті, сол кісі қабылдап мені 1-ші сыныпқа сол осы домбыраға түскен болатын. 7 мектепті толық осы меңгеріп, ары қарай Чайковский атындағы музыкалық колледжіне түстім, Шынарбек Асқарұлының сыныбына. Кейін оны тәмамдап консерватория қабырғасында Қаршы Ахмедиярұлында дәріс алдым. Енді жалпы осы айтады ғой, бұл күйшілік өнер, жалпы орындаушылық, домбырашылық өнер қанмен келеді деп. Мына күйшілік ұлы тұлғасы ол Қожеке. Қожеке енді жалпы Қожекенің қазіргі таңға бізге жетіп отқан 40-тан астам күйі бар. Енді осы жақында тағы да бір 3-4 күйін біз Бақытхан Жұмакәдірұлы деген кісіден жазып алған болатымыз. Ол кісінің репертуарында 250-ден астам күй бар. Сөйтіп біз көп деген күйлерді тыңдай отыра, мен өзімнің Боздақ атамның, бабамның Бозторғай деген күйін өзіме жазып алып, сол жаңалық болды бізге. Қожекенің Көктөбет деген күйі, Көрұғылы Сұлтан деген күй, тағы да тағысын Арыздасу, Әкеме деген күйлерін жазып алған болатынбыз. Мына енді Жетісу өңірі бөлінеді ғой, шығыс жағы бар, солтүстік батыс жағы бар. Енді мына Ілияс Жансүгіровтің Күйші деген поэмасында, мысалы Тойтан күйші,
сосын Кенже Қара деген күйшілер, ол жалпы мына солтүстік батыс Жетісу өңірінде кезінде Мойлықбай деген күйші қобызшы болған екен. Сол күйлер, сол солтүстік Жетісу күйлеріне жатса, Қожеке енді мына шығыс, өзіміздің оңтүстік аймақтық күйшілік дәстүрге, Байсерке мысалға ар жағында. Әлі де жинақталмаған жағы көп сияқты. Өйткені сіздің сөзіңізге қараған уақытта әлі де жаңағы Қожекенің көптеген күйлері енді ғана табылып, енді ғана бір жарыққа шығып атқандай. Солай ма? Иә. Біздің енді алдағы таңда біз өзіміз енді Жетісу мұрасы деген бір топ жігіттер қосылып, сондай бір өзіміз ұйым ашқан болатымыз. Енді ол жақта жалпы біздің қазіргі таңда осы Қожекенің толық бір үлкен бір кітабын шығарсақ деген ниеттеміз. Және де мысалға Қожекеден бөлек тағы да бір өзінің сол кездегі замандасы, досы болған Егінбай деген күйшінің 30-дан астам күйлері табылып отыр. Ол жеке мектеп, былай қарап тұрсаңыз. Сонда мына Жетісу өңірінің өзіндегі жаңағы әрбір күйші, композитор өзінше бір мектеп қалыптастырды дегіңіз келе ме? Иә, өйткені мысалы Қожекені алып қарасаңыз, Қожекенің өзінің мысалға өзіндік стиль дейміз ғой, орындаушылық. Соны алып бүгінгі таңда жеткізіп отқан мысалға Рақыш өзінің баласы. Енді Мергенбай ол жеке мектеп. Енді өкінішке орай енді өзімнің атам, бабам болғаннан кейін қазіргі таңда 2-3 күй жетіп отыр, бірақ толық әлі зерттеле қойған жоқ. Ол да жеке мектеп, неге десеңіз, өйткені Мергенбайдың да өзінің орындаушылық ерекшелігі бар. Оның насихаттаушы орындаушылар болған, өзінің балалары Аятхан, Бекмұхамбет, Нұрмұхамбет. Мысалы, Нұрмұхамбет деген кісі өз заманында мына домбыраны ұстарамен ойнаған. Асанәлімен тартысқан кезде, қырғыз Асанәлі домбырашы, қомшы, үлкен майталман күйші болған екен. Сол кезде ұстарамен тартып жеңген екен деген мысалға нелер бар, аңыз әңгімелер бар. Одан бертін келе енді мына Егінбай деген күйші, оның енді қазіргі таңда бір-ақ күйі бізге жетіп отыр. Егінбайдың, енді біз білген Егінбайдың домбыраның бұрауын келтірмей, бұрауын бұзбай тартқан күйі деген. Енді ол жалпы шағын күйлер болып келеді, Жетісудың күйлері. Енді болашақта осы күйлерді өзімнің тарапымнан қазіргі таңда осы 21 ғасырға лайықтап, оны түсірсек деген ниеттеміз. Енді мына күйге де кезек беріп отырсақ, жаңағы Қожекенің біз естімеген күйлері, мысал үшін қазіргі таңда, немесе жаңағы Жетісу өңірінде көптеген жаңағы өзіңіз іздеп тауып отырған сол күйлерден тыңдай отырсақ. Бестібай деген күйші өткен. Сол Бестібайдың Бес-бесті деген күйі бар, және Бестібайдың арманы немесе Бестібайдың тепен-көгі деген күйі бар. Соны қабыл алыңыздар, соны тартып берейін.
әдемі бір ән тектес күй екен. Жалпы енді Жетісу өңірінің күйлері осы ән тектес болып келеді. Иә. Енді зерттеп жатырсыз, оның барлығы жақсы жарыққа шығарам деп жатырсыз. Меценат азаматтар бар ма? Біздің жалпы мына қазақ өнеріне жанашырлық танытатын. Енді қазіргі таңда енді кездескен жоқ, бірақ бізде де оны былай арнайы іздегенде жоқпыз, шыны керек. Енді мына әрбір күйшінің өзінің талғамы болады деп жатады. Талғамына сай күй орындайды деп жатады. Енді сен өзіңнің талғамыңды қалай деп бағалаған болар едің? Батыс жақтағылар күйді мықты тартса, батыстағылар мен де сөйтіп тарталам деген мысалға оймен айталам да. Сол деңгейде мысалға батыстың стилімен, арқаның стилімен, мысалы сыр өңірінің күйлерін сырдың стилімен тарталам. Сондықтан жастарға да айтатыным бір бағытты ұстанбай, сол заманға сай бізде осы домбыраны, басқа да болсын, үшшекті домбыра болсын, сыбызғы, саз сырнайымызды болсын, жетігенді болсын, жан-жақты насихаттауымыз керек. Яғни сіз бүгінгі жаңа заманның, жаңа ғасырдың талабына сай болу керек дейсіз? Иә, сай болу керек. Мысалға қазір өзім жеке күйді мысалға расшифровка дейміз ғой. Оны мысалы кассетадан болсын, немесе көне катушка кассетасы болсын, пластинка болсын, соны тыңдай отырып, өзім соны жазып, және оны соны компьютерға теріп, мысалға интернетке мысалы шығара аламын. Дегенмен жаныңызға жақын шертпей ме әлде төкпе күй? Маған жаныма, мен өзім лирик күйшімін, жалпы өзіме шертпе. Дегенмен таңдап отырсыз шертпе. Енді шертпе өзіме жақын, өйткені енді мен қанымда бар да, бірақ төкпе күйлерді шығарамын мысалға. Төкпе күй, ең бірінші алғашқы шыққан күйім Райымбек деп аталады, ол төкпе күйінде шыққан мысалға. Бертін келе енді өзіме сол айқындап алдым, сол шертпе күйім өзіме жаныма жақын. Иә, өзіңіз сөзіңізде айтып қалдыңыз, жалпы өзіңіз қазіргі таңда осы күйлердің ізінде ары қарай күй шығарып жүргендігіңіз. Енді сол күйлердің бірін айтып отырып, орындап берсеңіз, тіптен жақсы болар еді. Енді жалпы енді сол Жетісу стилінде шыққан Батыр бабам Ергенбай деген күйім бар. Соны қабыл алыңыздар.
Бауыржан, дәл осы жерден әңгімемізді үзе тұрайық. Хабарымызды жәдігер айдарына берейік. Ықылас атында халық музыкалық аспаптар музейінде сақталған құнды жәдігер жайлы қызықты ақпаратқа құлақ түрейік. Қазанғап Тілепбергенұлының домбырасы. Бұл дүйім жұрттың 62 тамырыны иткен ақ желеңнің 62 түрін шығарып күйдің пірі атанған Қазанғаптың қара домбырасы. Ол осынау дара дәстүрдің өрісін ұзартып, көкжиегін кеңейтуге ерекше ықпалын тигізген. Қазанғаптың күйлері лирикалық тұнық сезімдермен қатар терең философияға толы. Қазанғап Тілепбергенұлы Арал теңізінің батыс жағалауы Құланды түбегіндегі Ақбауыр өңірінен шыққан әйгілі күйші. Домбыраны жастайынан жанына серік еткен Қазанғап өзінің сезім түйсігін күй тілінде елге жеткізуді машық етеді. Оң солын тани бастағанда күйге өмірін бір жола арнамақ болып, ата-анасының батасын алады. Төреш, Орынбай, Құрманияз, Үсен Төре сияқты әйгілі домбырашылармен де кездеседі. Қазанғаптың қанша күйі болғанын ешкім дөп басып айта алмайды. Өз күйлерінің жиынтығы ретінде күйбасы Ақжелең күйін шығарады. Дарын иесінің Көкіл, Дүркін дүние, Домалатпай Ақжелең, Ілме, Жаңылтпаш, Қабат деген ай күйлері лирикалық күйлерге жатады. Торы жорғаттың бөгелек қағуы, Тораттың кекіл қақпайы, Майда қоңыр, Ақсұңқар құс, бөгелек күйлері жан жануарларға арналған. 19 ғасырда өмір сүрген дүлдүл күйші Қазанғаптың домбырасы туыстарынан белгілі домбырашы Сәдуақас Балмағамбетовтың қолына өтеді. 2009 жылы осы аспапты Турзалим Саутович музейге әкеліп тапсырған. Бауыржан, өзіңізді жақсы білеміз, мына көне аспаптарды қайта жаңғыртуда белсене атсалысып жүрсіз. Соның ішінде кезінде Абай атамыздың ділдаға тарту еткен 3 ішекті домбырасы да бар. Бұл аспаптың осы көшірмесі жалпы, бірақ енді кішкене бұның оюларын былай өзгерттік заманауи. Бірақ пішіні бәрі сол қалпында. Болат Сарыбаев атамыз осы 3 ішекті домбыра туралы көптеген мағлұматтар келтіреді. Мысалға, Абайдың өзі шекті домбырада ойнаған, ән шығарған, күйде шығарған, мысалы Май түні деген күйлері бар. Оның балалары да Әлмұхамед деген кісі осы шекті домбырада күй шерткен. Бертін келе Шәкір Әбен атамыз, мысалға, қазіргі таңда Жарқын Шәкәрім атамыз, Нұргүл Әкімғожина, Айбол Құдайбергенов деген кісілер осы бірігіп үлкен шекті домбыраға лайықтап, арнайы күйлер шығарып, үлкен бір кітап жарыққа шықты. Менің де өзімнің үлесімді қостым осы шекті домбыраға. Жарқын атамыз енді ылғи да шетелге барасыңдар, сахнадан жиі көреміз сендерді. Сол осы 3 шекті домбыраны да шығарсаңыздар деген бір пікір, ой білдірген болатын. Соны енді қолға алып, мен өзім осы домбыраны жасатып, арнайы қазір осы ансамбльге де қолданып жүрміз, өзім жекелей де шығарған 1-2 күйім бар. Бізде көптеген аспаптар, музыкалық аспаптар өкінішке орай өзінің орнын, тиісті орнын алмай жүр. Қазіргі таңда мысалға жетіген аспабы да мысалға қазіргі таңда енді зерттеліп, көптеген ғылыми зерттеулер жүргізе отырып, мысалға кітаптар шығарылды, күйде жазылды, бірақ оны тағы да бір кәсіби тұрғыда үлкен бір ойымда шығарма жазсам. Өйткені жетіген аспабы өзі жаңа айтылғандай ұмтыла жаздады. Біріншіден, екіншіден репертуары сақталмады ғой. Енді қазіргі таңда көбіне көп домбыра күйлерін жетігенге салып жүр. Енді осы тұрғыда сіз қазір осы жетігенге арнап репертуар жасасам дейсіз ғой? Жасасам деген ойдамын. Мысалға, мына 7 ішекке байланысты көне аңыз әңгімелерге сүйене отырып, сол қаз қалпында, сол стильде, көне стильде бір ерекше осындай 7 күй шығарсам ба деп, циклдық күйлер шығарсам ба деген ойда бар. Және де көптеген күйлерім енді, сол жетігенге арнайы бір күйім бар шығарылған. Оны қазіргі таңда орындаушылар орындап жүр. Жақсы, әңгімеңізді әрі қарай жалғастырармыз. Енді мына қолыңызға 3 ішек домбыраны алғаннан кейін
Оның енді дыбысын тыңдау парыз дейміз ғой. Енді осыдан 2 жыл бұрын Қарқара көтерілісіне 100 жылдық мерейтой болды. Соған арнап өзім осы Қарқара көтерілісі деп күй шығарған болатынмын. Сол ұзақ бастаған, Жәмеке бастаған батырлардың рухына бағышталады. Бәрекелді, көп рахмет. Бауыржан, өзіңізден байқап отырмыз орындаушылық өнеріңіз, зерттеушілік қарым-қабілетіңіздің зор екендігіне. Енді тағы бір мәселе. Жалпы мынау өнерпаз әрбір өзінің ізіне шәкірт қалдырады. Өйткені мынау өнерді өзімен алып кетуге болмайтын тұсы бар. Өнер жалғасу үшін шәкірт тәрбиелеп қалдыру керек. Бұл тұрғыда өзіңнің қазіргі күндегі жай-күйіңнен айта отырсаң. Иә, сөзіңізге толықтай қосылам. Қазіргі таңда енді мектеп қабырғасында кішкентай бүлдіршіндерді тәрбиелеп келем. Кішігірім ансамблім де бар, республикалық конкурстарда жүлделі орын алған кішкентай бүлдіршіндеріміз жоқ емес бар.
бұйырса енді осы биылдан бастап студенттерге көштік. Бұйырса енді жоғарғы буын, енді жасөспірім дейміз ғой, жасөспірімдерге тәрім тәрбие беріп келе жатырмыз, бұйырса береміз де. Бізге ұстаздар не үйретті, соны бізде сол қалпында өзіміздің бір үлесімізді қоса отырып, бұйырса жастарға жақсы тәрбие береміз деген ойдамыз. Сондықтан сол тұрғыда әлі де жұмыс атқарамыз да, енді ол болашақтың ісі енді. Өте жақсы. Олай болса, бүгінгі сөзіміздің түйінін күймен аяқтасақ. Бағдарламамыздың соңында сіздерге арнап шалқыма деген күйімді қабыл алыңыздар. Өмірде де жалпы шалқып, сөйтіп осындай күймен өткізуімізге Алла нәсіп етсін. Әмин. Ой, бәрекелді, рахмет, Бауыржан. Теріс бұраудағы күйлердің ізінде шыққан әдемі бір күй екен. Осылай әрі қарай да өзіңізге шығармашылық табыстар тілейміз. Әумин, рахмет. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы болған елімізге танымал күйші Бауыржан Бекмұхамет. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман болайық.